Отандық актриса, әнші Дариға Бадықова киносынан түскен 2 миллиард теңгені қайда жаратқанын айтып берді. Өнер иесінің «Таптым-ау сені» фильмі рекорд орнатып еді. Оған жұмсалған қаражат пен актерлардың гонорарын халық әлі күнге дейін талқылап жатыр. Таиландта Хотиабов киноны түсіргенде Олжаспен таныстым. Өте мықты актер. Сол жерде-ақ Олжаспен өзара келістік. Осындай сомаға түсіп бер дедім. Оған 6 миллион теңге бердім. Мен өзім кино саласында жүріп, ешбір кинопродюсерден 6 миллион теңге алмағанмын, деді актриса. Алайда Олжас Абай аталған кино сәтті шыққаннан кейін өз гонорарын көтергенін жасырмады. Өткен жылға 6 миллион теңге деген жақсы баға десем де болады. Ал кейін мен түскен кинолардың барлығы жақсы касса жинады. Соңғы 5 киноның өзі 1 миллиард жинаған. Содан кейін 6 миллион теңге мен үшін аз екенін түсіндім. Бірақ продюсердердің арасынан ең көп төлеген Дариға, деді актер. Сонымен қатар Бадықова Тырнақалды туындысынан тапқан 2 миллиард теңге табысын қайда жұмсағанын айтты. 2 миллиард теңгенің тең жартысын, 1 миллиард теңгені кинопаркқа бердім. Қалған 1 миллиард теңге өзіме қалған жоқ. Пайызын Сулпак компаниясына бердім. Құрбыларым берген қарыздан құтылдым. Бәріне алғысымды айттым. Мен өзім шашып жүретін адаммын. Жан-жағыма бердім. Екінші киноға ақша алып қалдым. Өзіме пәтер сатып алдым. Еңбегім бар ғой. Оны да алмайтын едім. Бар мен базар деп жүре беретін едім. Жылжымайтын мүлік болсын деген оймен алып қойдым. Көлік алмадым. Өз көлігім бар, деді кинопродюсер.